Желіде компания атын жамылып, жалған ақпарат тарататындар халықты алдауды жалғастырып жатыр. Жақында WhatsApp мессенджерінде Air Astana жайлы қандай фейк ақпарат тарады тексеріп көрдік. Қазақстандықтардың банкке берешегі қанша және осы аптада жарияланған басқа да материалдарға бірге шолу жасайық. WhatsApp мессенджерінде Air Astana'ның 155 жыл толуына орай сұрақтарға жауап бер де 100 000 теңге ұтып ал деген сілтеме тарап жүр. Халықты алдап, сіздің жеке деректеріңізді алу мақсатында жасалған кезекті хабарламаны бірге тексеріп көрейік. Біріншіден, Air Astana'ға ешқандай да 155 жыл толмаған. Әуе компаниясы 2001 жыл тіркеліп, алғашқы рейсін 2002 жылы 15 мамырда Алматы Астана бағыты бойынша орындаған. Яғни биыл компанияға 20 жыл. Екіншіден, Air Astana'ның ресми аккаунттарында акция туралы ақпарат жарияланбаған. Естеріңізде болсын, ешқандай компания не банк қандай да бір сауалнама арқылы тегін ақша бермейді. Сонымен қатар WhatsApp ресми хабар тарататын орын емес, ол хат алмасатын мессенджер ғана. 15 желтоқсанда мәжілістің пленарлы отырысында депутат Аманжан Жамалов бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан алынған ақша туралы статистикалық деректер келтіріп, депутаттық сауал жолдады. Фактчек KZ осы орайда депутаттың сөзін тексеріп көрді. На сегодня 600 тысяч казахстанцев смогли использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение на общую сумму 2 триллиона тенге. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ресми сайтындағы мәлімет бойынша 785 543 адам жалпы сомасы 2,4 триллион теңге зейнетақы жинақтарын алды. Оның ішінде 658 502 адам тұрғын үйге және 123 041 адам денсаулық жағдайына байланысты ақшаларын пайдаланды. Орындалған өтініштердің ішінде ең көп 624 448 өтініш отбасы банкінен түсті. Кейін 24 651 өтініш Қазақстан халық банкінен, ал 8665 өтініш Центр кредит банкінен, 325 өтініш Алтын банктен түссе, қалған 173 өтініш Банк Freedom Finance Қазақстан акционерлік қоғамынан түсті. 8 желтоқсанда өткен мәжілістің жалпы отырысында депутат Азамат Әбілдаев қазақстандықтардың банкке берешегі туралы дерек келтірген. Фактчек KZ депутаттың қаншалықты рас сөйлегенін тексеріп көрді. Қазіргі уақытта халықтың 27% банктерге борышкер. Ұлттық банкте мұндай статистика жүргізілмейді. Сондықтан мәлімдеме дәлелденбеген. Біз тек бейресми бірінші кредиттік бюроның аналитикалық дерегін таптық. Кредиттік бюро ақпаратына сай 2020 жылы Қазақстанда жалпы 7 460 000 адам банк алдында борышкер болған. Ал сол уақытта экономикалық белсенді халық саны 9,2 миллион адам болған. Демек, банктерге қарыз адам көрсеткіші 81%. Назарларыңызға рахмет. Осы аптада фактчекерлер анықтаған ақпарат осы. Фактчек KZ сайтының желідегі парақшасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналға лайк басып, пікір жазуды да қоса кетіңіздер. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.